Индустрияландыру дәйірі Қазақстанның кең байтақ даласына үлкен өзгерістер әкеліп, жер бедерін және халықтың өмірін өзгертті. Қайырлы күн оқушылар, тарих пәні мұғалімі Ануарова Шолпан. Біз Қазақстан тарихындағы ерекше маңызды кезең индустрияландыру дәуірін зерттейміз. Бұл дәуірде жаңа зауыттар мен фабрикалар салынып, өндіріс саласы қарқын дамыды. Индустрияландыру тек экономикалық өзгеріс қана емес, ол халықтың өмір салтын, тұрмысын өзгертті. Сонымен қатар, бұл кезеңде жаңа мамандар мен жұмыс орындары пайда болып, қалалар мен ауылдарда өмір өзгерді. Осы сабақта индустрияландырудың артықшылықтары мен қиындықтарын талқылаймыз, және Қазақстанның дамуына әсерін түсінуге тырысамыз. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы 1920 мен 1930 жылдардағы индустрияландыру. Бұл кезең тоталитарлық жүйе жағдайында өтті. Яғни барлық шешімдер орталықтан басқарылды. Қазақстанның индустриялық дамуы осы саясат аясында жүріп, бір жағынан жетістіктерге, екінші жағынан үлкен қайшылықтарға алып келді. Сабақ бойы біз осы жетістіктер мен қайшылықтарды талдаймыз. Сабақтың негізгі зерттеу сұрағы Қазақстандағы индустрияландыру саясатының қарама қайшылығы неде? Яғни біз индустрияландырудың пайдалы жақтары мен теріс жақтарын салыстырамыз. Бұл сұрақ арқылы біз тарихи оқиғаларға сыни көзқараспен қарауды үйренеміз. Индустрияландыру тек даму ғана емес, сонымен бірге қиындықтар әкелгенін түсінуіміз керек. Бірінші мақсатымыз индустрияландыру саясатының мазмұнын түсіну. Бұл дегеніміз, индустрияландыру нені білдіреді, оның негізгі мағынасы қандай екенін анықтау. Сонымен қатар Қазақстандағы индустрияландырудың негізгі бағыттары мен мақсаттарын анықтаймыз. Яғни қандай салалар дамыды және не үшін жүргізілді деген сұрақтарға жауап іздейміз. Екінші мақсатымыз жетістіктерді талдау. Біз өнеркәсіп дамуының оң нәтижелерін нақты деректермен зерделейміз. Мысалы, зауыттардың салынуы, теміржолдардың пайда болуы, жұмысшы табының қалыптасуы сияқты жетістіктерді қараймыз. Бұл Қазақстан экономикасының өсуіне қалай әсер еткенін түсінеміз. Үшінші мақсатымыз кемшіліктерді бағалау. Яғни индустрияландырудың теріс салдарларын объективті түрде қарастырамыз. Бұл экологиялық зардаптар, шикізаттық бағыттың күшеюі, қазақ халқының мүддесінің ескерілмеуі сияқты мәселелерді қамтиды. Осылайша біз индустрияландырудың екі жақты қарама-қайшы процесс болғанын түсінеміз. Балалар, 1920-1930 жылдар Қазақстан үшін түбегейлі өзгерістер кезеңі болды. Кеңес үкіметі республиканы ауыл шаруашылығы аймағынан өнеркәсіптік өлкеге айналдыру саясатын жүргізді. Индустрияландыру бұл елдің экономикасын ауыл шаруашылығынан өнеркәсіпке көшіру процесі. Қазақстанда бұл саясат күштеп жоғарыдан төмен қарай жүргізілді. Сонымен қатар орталық үкімет республиканы шикізат базасы ретінде қарастырды. Бұл Қазақстанның болашақ дамуына үлкен әсер етті. Индустрияландырудың негізгі бағыттарының бірі өнеркәсіп орындарының құрылысы. Яғни жаңа зауыттар мен фабрикалардың салынуы, өндіріс қуатының арттырылуы болды. Келесі бағыт теміржол желісінің дамуы, соның ішінде Түркістан-Сібір теміржолының, Түрксіб және басқа магистральдардың салынуы. Тағы бір маңызды бағыт пайдалы қазбалардың игерілуі, яғни көмір, мұнай, металл кендерінің өндірісінің ұйымдастырылуы. Сонымен қатар жұмысшы кадрларының даярлануы, яғни техникалық мектептер мен курстардың ашылуы, мамандар даярлау қолға алынды. Индустрияландырудың жетістіктеріне ең алдымен өнеркәсіп орындарының ашылуын жатқызамыз. Мысалы, Қарағанды көмір бассейні, Балқаш мыс комбинаты, Шымкент қорғасын зауыты сияқты кәсіпорындар іске қосылды. Теміржол құрылысы да үлкен жетістік болды. 1930 жылы Түрксіб темір жолының салынуы аяқталды. Ол Қазақстанды орталық Азиямен және Сібірмен байланыстырды. Сондай-ақ жұмысшы табының қалыптасуы жүрді, мыңдаған жұмысшылар жұмыс істеді. Қазақ халқының арасында білікті мамандар пайда болды. Мына жерде біз нақты экономикалық өсу көрсеткіштерін көріп тұрмыз. 700% өнеркәсіп өндірісінің өсуі, яғни 1928 жылдан 1940 жылға дейінгі аралықта өнеркәсіп өндірісі 7 есеге артты. 1500 жаңа кәсіпорындар, яғни республикада 1500-ден астам өнеркәсіп объектісі салынды. 120 қалалар саны, жаңа өнеркәсіп орталықтары мен қалалар пайда болды. Бұл деректер индустрияландырудың Қазақстан экономикасына үлкен өзгеріс әкелгенін көрсетеді. Балалар, индустрияландырудың жетістіктерімен қатар үлкен кемшіліктері де болды.
Біріншіден, шикізаттық бағыттың күшеюі байқалды, яғни Қазақстан шикізат базасына айналды, ал дайын өнім өндірісі дамымады, пайдалы қазбалар өңделмей шығарылды. Екіншіден, қазақ халқының мүддесінің ескерілмеуі орын алды, жергілікті халықтың қажеттіліктері назардан тыс қалды. Үшіншіден, экологиялық зардаптар болды, табиғатқа зиян келтірілді, өзендер мен көлдер ластанды, ауа сапасы нашарлады. Төртіншіден, күштеп еңбекке тарту қолданылды, жұмыс жағдайлары өте ауыр болды, адам құқықтары бұзылды. Индустрияландыру үлкен әлеуметтік салдарларға алып келді. Көші-қон процестері күшейіп, миллиондаған адамдар басқа республикалардан Қазақстанға көшірілді. Нәтижесінде қазақ халқы өз еліндегі азшылыққа айналды. Сонымен қатар тұрмыс жағдайларының нашарлығы байқалды. Жұмысшылар баракталарда, қиын жағдайларда тұрды, әлеуметтік инфрақұрылым жеткіліксіз болды. Тағы бір маңызды мәселе дәстүрлі өмір салтының бұзылуы, қазақтардың көшпелі өмір салты жойылды, ұлттық мәдениет пен тіл қысымға ұшырады. Бұл суретте біз таразы арқылы жетістіктер мен кемшіліктерді салыстырамыз. Жетістіктеріне өнеркәсіп орындарының салынуы, теміржол желісінің дамуы, жұмысшы табының қалыптасуы, экономиканың өсуі, қалалардың дамуы, білім жүйесінің кеңеюі жатады. Ал кемшіліктеріне шикізаттық бағыттың басымдығы, отарлық сипат, экологиялық зардаптар, мәжбүрлі еңбек, әлеуметтік проблемалар, ұлттық мүдделердің ескерілмеуі кіреді. Сондықтан индустрияландыру қарама-қайшы процесс болды, жетістіктер адами және экологиялық құнмен қол жеткізілді. Бұл жерде біз себеп-салдар байланысын көреміз. Себептері кеңес үкіметінің индустрияландыру саясаты, шикізат қорларының болуы, геосаяси орналасу процесі, өнеркәсіп орындарының салынуы, көші-қон процестері, экономиканың қайта құрылуы. Оң салдарлары өнеркәсіптің дамуы, инфрақұрылымның жақсаруы, білім деңгейінің өсуі. Теріс салдарлары отарлық тәуелділік, экологиялық дағдарыс, әлеуметтік проблемалар. Осылайша индустрияландырудың әрі пайдалы, әрі зиянды жақтары қатар жүргенін көреміз. Қорытындылай келе, Қазақстандағы индустрияландыру қарама-қайшы процесс болды. Бір жағынан өнеркәсіп дамыды, инфрақұрылым жақсарды, бұл экономикалық даму болды. Екінші жағынан отарлық тәуелділік күшейді, шикізаттық бағыт сақталды. Ұлттық мүдделер ескерілмеді, экологиялық және әлеуметтік проблемалар туындады. Сондықтан индустрияландыру даму жолы ма, әлде отарлық саясаттың жалғасы ма? Деген сұраққа екі жақты жауап береміз. Үйге тапсырма, мини-эссе жазыңыз, 6-8 сөйлем, индустрияландыру. Даму жолы ма, әлде отарлық саясаттың жалғасы ма? Оқулықтағы деректерді пайдаланыңыз.